күн, құрметті көрермендер. Елге қызмет жобасы Қазақстан Республикасы Мемлекеттік қызмет істері агенттігінің Астана қаласы бойынша департаменті елге қызмет ақпараттық жобасының кезекті шығарылымын бастайды. Жоба мақсаты мемлекеттік қызметтің жай-күйі, мемлекеттік көрсетілетін қызметтер және оларды алудың тәртібі, мемлекеттік қызмет туралы заңнама талаптарын, мемлекеттік қызметшілердің әдеп нормаларын сақтау мәселелері бойынша халықты ақпараттандырып, қызмет барысын таныстыру болып табылады. Бүгінгі эфир қонағы Қазақстан Республикасы Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігінің Еңбек және әлеуметтік қорғау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті зейнетақы және әлеуметтік қамсыздандыру бөлімінің басшысы Айгүл Досымжанова Жолдаспаева келіп отыр. Қош келдіңіз. Сәлеметсіздерге. Айгүл Досымжанова, департамент қандай бағыттарда мемлекеттік қызметтер көрсетеді туралы айтып берсеңіз. Біздің халықты әлеуметтік қорғау саласындағы реттеу және бақылау комитетінің Астана қаласы бойынша департаменті мемлекеттік қызметтердің 18 түрі бойынша қызметті алушыға мемлекеттік қызмет көрсетеді. 17 мемлекеттік қызмет электрондық түрде көрсетіледі. Бірінші, жасына байланысты зейнетақы төлемдерін тағайындау. Екінші, мемлекеттік базалық зейнетақы төлемдерін тағайындау. Үшінші, мүгедектігі бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау. Төртінші, асыраушынан айырылу жағдайы бойынша мемлекеттік әлеуметтік жәрдемақы тағайындау. Бесінші, мемлекеттік арнайы жәрдемақы тағайындау. Алтыншы, арнаулы мемлекеттік жәрдемақы тағайындау. Жетінші, банкроттық салдарынан таратылған заңды тұлғалар қызметкерлердің өмірі мен денсаулығына келтірген зиянды өтеу жөніндегі төлемдерді капиталдандыру кезеңі аяқталғаннан кейін Қазақстан Республикасының азаматтарына ай сайынғы төлемдер түрінде әлеуметтік көмекті тағайындау. Сегізінші, бала туғанда берілетін жәрдемақыны бала күтіміне байланысты жәрдемақыны тағайындау. Тоғызыншы, мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған анаға немесе әкеге, бала асырап алушыға, қамқоршыға, қорғаншыға жәрдемақыны тағайындау. 10-шы, жерлеуге арналған бір жылғы төлемді тағайындау. 11-ші, инфляцияның деңгейін ескере отырып, нақты енгізілген міндетті зейнетақы жарналарының, міндетті кәсіптік зейнетақы жарналарының сомасы мен зейнетақы азамат жинақтарының сомасы арасындағы айырма төлемі, яғни бұл мемлекеттік кепілдік. 12-ші, алтын алқа, күміс алқаларымен марапатталған, немесе бұрын батыр ана атағын алған, бірінші және екінші дәрежелі ана даңқы ордендермен марапатталған аналарға мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау. 13-ші, көпбалалы отбасыға жәрдемақыны тағайындау. 14-ші, күтім жасайтын адамға берілетін жәрдемақыны тағайындау. 15-ші, арнайы кәсіби мемлекеттік жәрдемақыны тағайындау. 16-шы, Семей ядролық сынақ полигонындағы ядролық сынақтардың салдарынан зардап шеккен азаматтарға бір жылғы мемлекеттік ақшалай өтемақы төлеу. 17-ші, жаппай саяси қуғын-сүргіндер құрбандарына ақшалай өтемақы төлеу. 18-ші, мүгедектігі және еңбек ету қабілетінен айырылу дәрежесін белгілеу және немесе қажетті әлеуметтік қорғау шараларын айқындау, күндізгі куәландырумен қатар көрсетілетін қызметті алушыларды сырттай куәландыру қатар жүреді. Бұл біздің жаңа мемлекеттік сараптама әлеуметті жүргізеді. 18-шіні, сосын мемлекеттік қызметтің неғұрлым талап етілетін түрі республикалық бюджет қаражатынан есебінен бала туғанда және бір жасқа дейінгі бала күтіміне байланысты жәрдемақыны тағайындау болып қала береді. Жақсы. Осы ретте бала тууға қатысты жәрдемақылар және мөлшері туралы айтып өтсеңіз. Қазіргі таңда жыл басынан бері 18.480 теңге, 18.480 мың адам алушыға мемлекеттік қызмет көрсетілді қазіргі таңда, бүгінгі күнге дейін. Енді балаларға арналған жәрдемақының мөлшері айлық есептік көрсеткіш еселігіне шаққанда 1 қаңтардан бастап 25-ші бала туғанда бұл туына байланысты бір жолғы жәрдемақы 149.416 теңге. 4-ші және одан көп бала туға байланысты 247.716 теңге. Бірінші бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы 22.649 теңге. Екінші бала күтіміне ай сайын 26.777 теңге. Үшінші бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы 30.867 теңге. Төртінші бала күтімі бойынша ай сайынғы жәрдемақы 34.995 теңге. Жақсы. Айгүл Досымжанова, мазмұнды сұхбатыңыз үшін рахмет айтамыз. Елге қызмет ету жолындағы жауапты қызметіңізге абырой тілейміз. Рахмет. Құрметті көрермендер.